Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бүгін отбасылық асхана ас дайындаймыз. Бұған дейін премьерда айтқанымыздай, келесі жылдың символы ретінде 2022 жылдың барыс мүсіні салатын жасаймыз. Ол салатқа не нәрсе керек екенін мен сіздерге көрсетіп кетейін. Ал оған дейін бос отырмай, біздерге подписка жасамаған адамдар болса, біздерге подписка жасап, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыра өтіңіздер. Ең алдымен салатқа не нәрсе керек екенін көрсетейін. 6 піскен картоп, 4 піскен сәбіз, және де 5 піскен жұмыртқа керек. 100 грамм сыр, 1 помидор, және де маслины, оливка керек. Майонез және тұз. Ассалаумағалейкум достар. Баршаңызға сәлем. Қалайсыздар, жақсыздар ма? Жаңа жылға дайындық қалай болып жатыр? Бізде міне жаңа жылға салат тураймыз. Естеріңіздер ме, сіздерге жарнамалағаным сияқты салатпен бағанағыдай десерт дайындаймыз дедік қой. Вот міне салатты осылай дайындап жатырмыз. Мына картошкаларды теркадан өткіземіз. Және алда деген помидор бар, және де жұмыртқа бар, морковь бар деген сияқты. Енді кезек маған келген сияқты, мен деген морковьті теркадан өткізіп жатырмын, кішкентай жерінен. Енді кезекте жұмыртқаның ағы мен сарысы тұр. Соларды теркадан өткіземіз. Біздің салатымызды жинау қалды. Оған бізге осындай плоский тарелка керек. Міне барлығын көріп тұрғаныңыздай теркадан кішкентай жағынан өткізіп алдық. Міне маслинаны біз көзін жасауға керек, бізге көздерін жасауға керек. Енді салатымызды жинаймыз. Келесі біз картопты осындай формаға келтіреміз. Барысының тигрдің формасына келтіреміз. Содан кейін үстіне тұз себеміз. Кішкене тұз себеміз. Одан кейін майонезімізді жағамыз. Мысалы осындай пакетикқа майонез құйып алды. Мен осылай майонез жағамыз. Сонда каждый слойға майонез жағатын болып тұр ғой, иә? Осындай. Одан кейін қазір біз жұмыртқамызды саламыз, үстіп майонезбен қаптаймыз. Майонез жақ болғаннан кейін осылай қасықпен тегістеп, ана келесі жұмыртқаның сарысын саламыз, теркадан өткізілген. Жұмыртқа ғой, иә? Мына формадан шықпаймыз, иә, жұмыртқаның сарысы бұл. 2022 жылғы барыс жылы, орыстар тигр жылы дейді. Осы тигрдің суретін салып жатырмыз қазір. Тағы да майонезбен банандай сеточка болып бүйтіп майонезімізді жағамыз. Осыны да қасықпен тегістеп аламыз. Олдарақ майонез жағып. Тегістемей ақ қойып, даже жұмыртқа өзі сондай бір үгітіледі ғой, үгітілген сияқты болып көрініп тұр. Осының үстіне біз сыр саламыз. Бұл сырдың үстіне майонез сепкенде банандай қасықпен тегістемей ақ қойға болады. Әйтпесе шашылып кетеді жан-жағына. Сонда әр слой жаққанда майонезі бар, ішінде тұзы бар, иә? Иә, әр сепкен сайын, әр майонез жаққан сайын тұз себеміз. Өзің қалауыңыз бойынша. Енді кезек бізде помидорда. Помидорды осылай саламыз. Бұған да тұз себеміз. Майонезбен жағамыз. Енді кезек бізде основасы, мана тигрдің оранжевый түсін саламыз. Осымен қаптаймыз. Келесі осындай етіп морковымызды қаптаймыз. Тигрдің суретін формадан шықпай, осылай морковпен қаптаймыз. Содан кейін жұмыртқаның ағын мына жеріне құлақтарын жасаймыз. Келесі біздің жұмыртқамызды осындай формаға келтіріп алдық. Міне көздерін, құлақтарын, аузын жасап алдық. Енді кезек біздер көздерін жасаймыз. Мынандай оливкадан екі ортасын бөліп, екіге осындай көз жасаймыз. Содан кейін мұрнын жасаймыз.
сүйкімді тигр болып жатқан сияқты, иә. Милашка ғой, милашка. Бөпе тигр болып жатқан сияқты. Осылай мұрнын жасаймыз. Содан кейін полоскаларын жасаймыз. Мінекей біздің салатымыз дайын болды. Осындай тигр шықты бізде, көріп тұрғаныңыздай өте сүйкімді болып шықты. Солай ма? Әрине. Милашка деп айтады ғой. Шынымен де бөпенің тигрдің баласы сияқты болып шықты. Мына маслинаны үстіне майонез бар, бана мен пакетім. Осын үстіне точка қылдым көзіне. Сосын мынандай маслиналарды полоскаға кесіп, өзінің полоскаларын жасадым тигрдің. Бұл помидор тілі, мұрны бана маслинаны уақтап тұрадым кубиктарға. Осындай салатымыз шықты. Келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Құтты болсын жаңа жылдарыңыз. Біздің каналға тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер.